Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін біз мына киттің жаңа шыққан скинін алатын боламыз. Енді мен бұл видеоны қиып тастадым, өйткені енді ұзақ болып кетті, шынында айтсам. Мен бұл видеоны алдын ала түсірген болатынмын. Алдын ала дегенде Brawl Pass Plus-тың алдында түсірген болатынмын, алмай тұрып. Мінекей бірінші ойында мен Динамайк алған болатынмын. Жалпы бұл ойын енді бірінші ойын қиын болған жоқ маған. Соперниктарды оңай, мінекей обычно білмеймін, соперниктер кейде тегізе алмай қалдым енді. Бұл ойын оңай болды, өйткені даже біреу афк тұрды. Мінекей көріп отқандарыңыздай. Біз просто білмеймін, лақтыр болып оңай ұтып тастадым. Еще Динамайктың плюсы ультасымен бүйтіп күтіп алған адамды бүйтіп жарып гол салып кетуге болады. Жалпы осы картаға Динамайк дәл кетеді екен. Соны байқадым. Енді бізге старт дроп беретін болады. Бізге бірінші победамыз үшін. Мінекей редки. Бұдан бұл басқа екен енді. Жақсы, ондай болса келесі ойынға кеттік. Келесі ойынға да енді Динамайк алдым, өйткені айтқандай бұл енді имба. Мінекей Гейл тоже жақсы боец. Анау кім, қателесіп тұрмын енді. Енді бұл матчты оңай бітірдім дегенде, екінші голды да салдық сразу. Осылай победаны алып кеттік оңай. Енді мен көп уақыт видео түсіре алмағаным үшін бұл видеоларды мен енді әр күнге бөліп салатын шығармын. Даже 1-2 күн аралығында салатын шығармын. Арасында 2 күн салдыққа. Енді жалпы видео салып тұруға тырысамын, бірақ енді менде кішкене 1-2 апта уақытында болмаймын. Ол күндер енді видео түсіруге тырысамын енді. Көреміз оға дейін. Ал әзірше осы видеоларды алдын ала салып қоятын боламын. В общем, күндері келіспей қалу мүмкін дегенім ғой. Жалпы бұл события бітіп қалғаннан кейін шығуы мүмкін бұл видео. Келесі матчқа енді Эдгарды аламын деп шештім, өйткені бұл нокаут екен. Сразу соперникті неожиданно үстінен секіріп, оны тез өлтіруге тырысамыз. Оны олса кетіп бастай берейік сразу біз енді. Енді жалпы бұл матчты оңай ұту деген енді қиындау болатын шығар. Алдыңғысында даже өте алмай қалған болатынмын. Гемдерді құртқым келмеді, енді бүгін осыда көретін боламыз, қанша гем құртамын, үйде құртпаймын. Енді көріп отқандарыңыздай бізді кемпинг жасап ұтып кетті енді. Мінекей 3 килл жасадым, қарсылас, то есть менің напарниктерім сәл дұрыс ойнай алмады десем де болады. Кейбір жерде өзім дұрыс ойнай алмай қалдым. Білмеймін енді напарникке боттарды береді ма, солай алдым. Чтобы гем құрту үшін. Енді сіздерге советую, енді рандомдармен кетпеңіздер. Мен асығыс болдым, үшін мен бәрі қасымдағы кландағы балдар орындап тастағаннан кейін барып мен оны орындап жатырмын. Бұл да бізде тағы да бір поражение алдық. Енді тағы бір поражение алсақ, уже біз ұтылып қалады екенбіз. Ал бізге әлі 4 победа алу керек. Енді мен кішкене ойландым, басқа бравлер аламын ба деп шештім, өйткені Эдгармен енді білмеймін, соперниктерім мықтырақ болып жатыр. Сол үшін өзімнің любимый боецімді аламын деп шештім. Ол көп урон алады. Даже үстінен неожиданно секіріп келгеннің өзінде де сопротивление бере алады, қарсылық көрсете алады. Біздің Барли алды, бұл Эдгар. Мынау кит бар екен. Енді кит, білмеймін енді, имбалау персонаж көріп отқандарыңыздай. Бұл жерде де ұтылып қалдық тағы да. Есе жіберіп алдық. Енді жалпы мен командам ондай қатты бот деп айта алмаймын. Ойнай алғанша ойнады. Жалпы бұл испытаниялар енді қиындыққа туғызды. Енді мен жалпы ойланып қалдым бұл кезде, енді 5 гем тұрады. Ойнасам ба екен, ойнамасам ба екен. Жалпы сіздер үшін де видео түсіру керек болды, сол үшін ойнаймын деп шештім. Оған қандай бравлер таңдасам болады деп ойланып отырған кез. Жалпы енді білмеймін, енді бұл жерге баз алайын десем, енді баздың ультасын толтыру керек.
және де соперниктер кішкене қиындау түсіп қалса деп ойладым. Жалпы енді Пайпер алам ба, би алам ба деп ойланған едім. Енді Пайпер ала салдым. Тағы да енді 5 кем құртып, 2 попытка сатып алдым. Енді Пайпермен ұтатын шығамын деген ойдамын. Енді қарсыластарымда маған қарсы боецтері бар адамдар түспесе, бәрі жақсы болады деген ойдам. Енді Пайпермен мен де қатты ойнай алмаймын. По идее, парандомның тигізіп ұтып кетуге болады, әрине. Соперниктерім хотя бы ближний бой болса екен, алтыдан атып өлтіретін. Біздің соперниктерімізде де Пайпер бар екен. Мінекей көріп отқандарыңыздай біздің команданы уничтожить етіп тастады бұлар. Енді Пайпермен дұрыс ойнай алған жоқпын, шынымды айтсам. 0 килл жасап, жаңа боттар құсап жүрмін. Енді соперниктің Пайпері мықтырақ болып шықты менен. Сол үшін басқа бравлер таңдауды шештім. Ол бізде тағы бір любимый боецім, дальникке ататын боец іздеген болатын. Сол үшін мен Брокты таңдаймын деп шештім. Өткен Брок білетсіздер енді. Алысқа атады, және де атқаннан кейін қасына зат тастайды. Урон алатын атакасынан кейін жарылатын. В общем, сондай. Енді бұның қайсын таңдау керек екен білмеймін. Жалпы 4 ататыны жақсы секілді. 4 ракетасы болады. Көреміз енді. Бірақ ана гаджет обязательно алу керек, өйткені онсыз енді маған мысалы Эдгар либо ближний бойда біреу келіп қалса, не қашатын болса, сол гаджет арқылы оңай қашып кетуге болады. Енді бірақ көріп отқаныңыздай біз ұтылып қалдық. 1 победа, 2 поражение. Көбінесе енді біздің игроктар енді чисто опырақ болады. Мысалы қашатын жерде қашпайды, тіп-тіке жүгіріп барады напролом. Міне көріп отқаныңыздай 4 килл жасаппын, бірақ соның өзінде тағы да жеңіліске тап болдық. Достар, мінекей көріп отқаныңыздай 4 кем тұрады екен. По идее, менің ойымша бұл кете беретін секілді. 4-3, білмеймін, енді екісін білмеймін, айта алмаймын. Бірақ 3-ке дейін баратын шығар. 2-ге дейін де барады-ау. Брок жақсы көрсетті өзін. Енді 4 килл жасадым. Мен қасымдағы рандомдар слабилау болды. Соперниктер ондай қатты мықты деп айта алмаймын. Енді бір көргенде емес. Соперниктерді Брок алыпты. Фрэнктен абайлау керек. Бұл жолы енді наконец-то победамызды алдық, достар. Мінекей көріп отқаныңыздай мен тағы да 4 килл жасадым. Қасымдағы Тикта 4 килл жасаған. Хотя бы қасымда бір игрок мықты ойнаса ұтуға болады екен. Бұл жерде енді маған ешеңе түспейді. Мен увереніп отырдым енді. Онда болса жалғастыра берейік. Біздің игроктар жүр екен. Тағы да бір победа алу керек. Бізден нокауттан енді қиындау болып жатыр. Жалпы 4 ракетаның өзі маған көмектесіп жатқан жоқ. Аз көріне ма, или урон аз алға ма? Енді түсініксіз, енді сонда да ала берейік. Гаджет тұра берсін. Енді ойында көріп жатырмын, енді гаджеттің көп пайдасы бар екен. Енді сақтанып ойнау керек, енді келесіде ұтамыз деген ойдамын. Бізде, по идее, біздің команда мықтырақ көрінеді енді. Бізде енді тек қалды, тек осылай оңай ұтып кетті ойлаған ем. Ода шанс көп болды өлтіруге, бірақ дұрыс пайдаланбай жүр. Что-то кішкене қатты уайымдап кетіп еді, ұтып кеттік. Енді бізде баскетбол қалды, по идее. Эпический түсті, бірақ одан дым түспейтін логично. Баскетболда енді мен кімді алсам деп ойлап отырмын. Slam Dunk деген карта екен. По идее, Динамайк жақсы секілді, өйткені олардың бәрі допқа жүгіргенде қатырып тастап, оны добивать етіп тастайым деген идея бар менде. Енді көреміз идеяның қалай орындайтынымызды. Енді соперниктер бізде Фрэнк бар, Эмз бар и Калет бар екен. Калет что-то қатты ойнайтын секілді. Осы отылып қалдық енді. Натури Калет қатты ойнайды екен. Бізге енді шанс қалдырмады. Біздің бойцер енді барып алып, енді гол салмай
жүреді да, енді адамдарды өлтіріп беремін, сонда да до конца добивать етпейді екен. Солай ұтылып қалдық. Енді өзім гол салайын десем, что-то енді менде скорость жоқ. И мен общем алыстан лақтырып отыратын бравлермін. Енді көреміз, енді келесіде жақсы заттар түсетін секілді. Енді секретімді алып тастадым, өйткені мен өзімнің қасыма жақындатпай жатырмын. Енді ұтатын шығамын деген ойдамыз. Бұл жерде Фрэнкті алыпты, и Биби бар. И бұл кім білмеймін. В общем, көреміз, енді осы жылы ұтатын шығамыз деп едім, бірақ ұтылып қалдық. Тағы да 5 гол салғызып алдық. Тағы да поражение алдық. И бұл біздің соңғы поражениеміз секілді. Мінекей ұтылып қалдық. Испытанияны уже екінші рет неше? Уже 6, 7, 8 поражение алып тастадық. Күшті. И тағы сатып аламыз. Біз до конца ойнаймыз. Гейміміз уже бітуге қалды. Білмеймін, тағы шанс береді ме екен, или бермей ме екен, көреміз енді. Енді көреміз, не болса о болсын. Енді бұл жолы спайк па жоқ, спайктан қарағанда басқа бравлер алам ба деп шешіп отырмын. Енді тараны көрейік. Тара өткені білесіздер, енді ультасымен гол салайын деп келе жатқан адамды ұрып жіберуі мүмкін. И мынандай керемет гаджеті бар, бірақ түк пайдасы жоқ. Урон алады әйтеуір. Тик шығып қалса, соның басынан қорғануға сөйтіп қолдансақ болады енді. Жаңа шөптің арасынан қарайтыннан жақсырақ. И біздің соперниктер шынымен де тик бар екен. И мінекей осылай 4-0 болып очко уақытпен ұтып кеттік. Енді күшті эмоция көрсетіп жатырмын. Осылай оңай болды. Енді көріп отырғаныңыздай Гейл 14 килл жасапты. Что-то менің ойым уже Гейлға кетіп қалды. Гейл таңдайым ба деп. Гейл таңдасам бір ұтып кететін секілді чувство болып тұрғансын, енді Гейлді таңдайын ба деп шештім. Көреміз, енді бір мәнсіз болар. Енді Гейлмен ұтатын шығамыз. Осы Вихр деген гаджеті мықты. Фэнк секілді біреу келіп қалса, оны зат істеп тастайды. И бізде осылардың қайсы жақсы. Снежке Гейла дейді, и қатырып тастау дейді. Қатырып тастайтындай бізде енді картада ондай заттар жоқ, көп. Сосын осыны таңдай салдым енді. Бір ана победа керек. И біз ұтатын боламыз. Енді біздің напарниктерімізде хотя бы мықты гол салатын біреу болса, жетіп жатыр десем де болады. Ұтамыз деген ойдамын. Енді көріп отырғанда Фэнк бар екен, шынымен де. Осылай біз ұтып кеттік. Даже олардың тройной очкоста кірмей қалды. И осы, наконец-то бұл событияны ұттық. Бір мысықтың скин аламыз деп, енді белім ауырып кетті десем де болады. Гейл секілді қартайып кететін шығамын. Қаншама нерв талшықтарым кетті, и қаншама гем кетті. Просто осындай сұр мысықтың скины. Обычно менде киттің өзі де жоқ даже. Сұр скин маған енді жалпы не үшін керек екенін білмеймін. Енді коллекция үшін тұра берсін енді. Осы 30 гемге скины шығар әрі кетсе. Даже одан аз болуы мүмкін. Мінекей көріп жатқандай мынаның бәрін ойнамағанда бір победа қалыпты. Жақсы, енді ойнап бізге не керек? Одан да жаңа мысықтың скинін қарап келейік. Қаншама нервті құртқан скин. Қазір қай жерде еді, ол легендарка қайға беріп кеттім. Мінекей просто мысықты алып сұрға бояй салған екен. Жақсы пайдет енді. Жаңа событияны скрин жасап алайын. Чтобы обложка жасап қою үшін, мінекей достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге қызық болды деген ойдамын. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығаруға тырысамын. Сіздермен болған мен Вирсус. Қош, сау болыңыздар достар.